достар, өткенде мен сіздерге сарайшық туралы жеке видео түсірем деген болатынмын. Соның сәті түсті. Егер сіздерге осы видео ұнайтын болса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сарайшық қаласы орта ғасырлық қала, бұл Жайық өзенінің оң жағалауында орналасқан. Жалпы тарихи деректерге қараған уақытта Сарайшық қаласы 11-12 ғасырларда өмір сүріп тұрған қала. Ал Алтын Орда кезінде 13-14 ғасырларда осы Алтын Орданың ірі қалалары, тіпті кіші сарайы қызметін атқарған. Сондай-ақ Ноғай Ордасы кезінде Ноғай Ордасының астанасы, ал Қасым хан осы Сарайшықты 1520 жылы Жайық өзеніне дейін өзінің шекарасын ұлғайтып, Сарайшықты Қазақ хандығының астанасы да еткен. Сарайшыққа шығып келе жатырмыз. Сарайшық қаласы Алтын Орда дәуірінде Кавказ бен Қырымды Қытаймен байланыстырған Ұлы Жібек жолының бойындағы ірі қала болған. Сондай-ақ Алтын Орданың, Ноғай Ордасының және Қазақ хандығының астаналары қызметтерін атқарған. Міне Сарайшық ауылына да кіріп келе жатырмыз. Қазір Сарайшық музей қорығына да келіп жеттік. Сарайшық музей қорығының ішінде Алтын Орда деген үлкен жазу бар екен. Сондай-ақ бірінші көзге көрінетіні, яғни қарсы алдында хандар пантеоны тұр. Бұның биіктігі 17 метр екен және 8 колоннадан тұрады. 1999 жылы сол кездегі Атырау облысының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтың инициативасымен жасалынған Сарайшық кешенінде негізінен осы хандар пантеоны, сондай-ақ музей және мешіт орналасқан. Хандар пантеоны бұл символикалық белгі деп ойладым, себебі бұлардың астында бұл хандардың сүйегі жерленбеген, тек қана осы Сарайшықта жерленген 7 ханды еске сақтау үшін оларға құлпытастар қойылған. Сарайшықта Алтын Орданың 3 ханы, Ноғай Ордасының 3 билеушісі және Қазақ ханы Қасым хан жерленген. Мен сіздерге осы хандар туралы қысқаша айтып беретін боламын. Алтын Орданың негізін салған Батый ханнан кейін Берке хан болды. Беркеден кейін Мөңке Темір хан болды. Ол 1266-1280 жылдары хан тағына отырды. Мөңке Темір кезінде Византия мемлекеті осы Алтын Орданың Египетпен байланысына кедергі келтіруге тырысты. Сондықтан Мөңке Темір 1271 жылы Византияға қарсы соғыс ашты. Бірақ Византия мемлекеті соғыстан бас тартып, келісімге келді. Ал Алтын Орда болатын болса, Жерорта теңізінің жағалауындағы елдерменен қалалармен сауда байланысын жақсартты. Сарайшықта жерленген екінші Алтын Орданың ханы Тоқтағу, бұл билікке 1291-1312 жылдары келген. Осы билікте отырған жылдарында Алтын Орданың саяси жағынан мемлекеттік беделінің көтерілуіне үлкен үлес қосқан, Иран мен Кавказ елдерімен сауда байланыстарын жасаған және Египет мәмлүктерімен де қарым-қатынаста болған. Сарайшықта жерленді деген Алтын Орданың тағы бір ханы Жәнібек хан. Жәнібек хан бұл Өзбек ханның баласы. Бұл туралы Әбілғазы өзінің Түрік шежіресі деген кітабында Жәнібек хан ғажайып мұсылман патша болды деп жазады. Өзі ғұлама, ибалы, ақылды кісі еді. Сарайшық шаһарында таққа отырды деген мәлімет келтіреді. Жәнібек осы Алтын Орданың территориясын кеңейту мақсатында 1357 жылы Иранға шабуыл жасап, Тебризді басып алады және осы жерге өзінің баласы Бердібекті билікке қояды. Бірақ Бердібек бұл жерден гөрі Алтын Орданы билегісі келіп, өзінің әкесіне қастандық жасап өлтіртеді. Жәнібек те кезінде билікке келген уақытта өзінің ағаларын өлтіртіп, билікке келген болатын. Міне сөйтіп, атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді деп, билік үшін өзінің баласынан өлімге душар болады. Сарайшық пантеонында Алтын Орданың осы 3 ханы жерленді деген деректен басқа Алтын Орда хандары туралы деректер жоқ. Себебі Сарайшық осы Алтын Орданың алғашқы астаналарының бірі болуы әбден мүмкін. Одан кейін Алтын Ордада Сарай Бату, Сарай Берке деген астаналары болды. Осы астаналарында Алтын Орда хандықтары мемлекеттік биліктерін жүргізді. Жалпы 15 ғасырдың ортасында Алтын Орда
Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Сібір хандығы, Астрахань хандығы, Қырым, Қазан хандықтары болып бөлініп кетті. Ал біз айтып отырған Сарайшық қаласы Ноғай Ордасының астанасы болды. Сарайшықта жерленген деген Ноғай билеушісі бұл Әмір Оқас. Әмір Оқас бұл Едігенің немересі. Едіге болатын болса, ол осы Ноғай Ордасының негізін қалаған батыр Бекілербек. Сондықтан да ол Шыңғыс ханның тұқымы болмағандықтан олар хан деген атақ ала алған жоқ. Әмір Оқас билеп тұрған уақытта Ноғай Ордасы Әбілқайыр хандығының қарамағында болды. Әмір Оқас 1428-1447 жылдары билік етті. 1447 жылы Әмір Оқас өлгеннен кейін оның балалары Әбілқайыр ханнан бөлініп, жеке дара билік құруға ұмтылды. Қазақ ханы Қасым хан да осы Сарайшықта жерленген. Қасым хан жалпы қазақ хандығын қуатты іргелі елге айналдырды. Ол туралы Мұхаммед Хайдар Дулати Қасым ханның әскерінің саны 300 мың, ал халқының саны 1 миллионға жеткен қуатты ел болғандығын айтады. Қасым ханның қазақ территориясын тонау Ертістен батыста Шайық өзеніне дейін жеткізді, және бір кездегі Алтын Орданың гүлденген астанасы Сарайшық қаласын қазақ хандығының астанасы етіп жариялады. Ноғай Ордасы билеушісі Шейх Мамай да осы Сарайшықта жерленген. Шейх Мамай 1541-1549 жылдары билік етті. Шейх Мамай билік еткен кезде Сарайшықта, сарайда Қасым ханның ұлы Қақназар, сондай-ақ Сібір ханы Ибақтың немерелері Көшім менен Ахмет Керейде тәрбиеленген деген дерек бар. Сарайшықта жерленген 7-ші хан бұл Ноғай билеушісі Жүсіп. Жүсіп 1544-1554 жылы биледі. Осы Жүсіптің кезінде Ноғай Ордасында өзара таққа таласы өте қатты күшейді. Жүсіптен кейін таққа отырған Исмаил тұсында ол Иван Грозныйдың вассалдығын мойындады. Және Ноғай Ордасы екіге бөлініп кетті. Үлкен Ноғай Ордасы, Кіші Ноғай Ордасы. Осы Кіші Ноғай Ордасы кейіннен қазақ хандығының құрамына қосылды. Сарайшыққа барғандағы сапарымыз мақсатты аяқталды. Біздер хандар пантеонында хандарымызға тәу еттік. Достар, Сарайшық туралы, тарихымыз туралы біздер ұрпаққа жеткізуге тиістіміз, айта беруіміз керек. Ұрпақтың құлағына тарихты сіңіру біздің борышымыз. Сіздерге жақсы ақпарат бердім деп ойлаймын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіріңіздер. Сондай-ақ артынан шығып тұрған видеоны да көруді ұмытпаңыздар.